Қайрекен қожалығына барып жатырмыз. Бүгін Алматы қаласына Өтеген ауылына келіп отырмыз. Жасап жатқан биогумусымыздан қосып. Ассалаумағалейкум Қазақстан фермерлері. Міне бүгін Алматы қаласына Өтеген ауылына келіп отырмыз. Қайрат ағамыздың қожалығына осыдан 1,5-2 ай алдын 1 квадрат метр шылаушын алған. Көпіндары да бар осында. Міне. Мына осында туылғандар, мына уже местный. Міне. Сақтар. Майдалар сақтар. Алматинский. Алматинский. Мына үй, мына забордың артында үй. Бұл кісі көшеде асырайды екен. Стол тұр ғой? Сол жерден бастап қоршап, мына жаққа былай навес жасайын деп тұрмын ғой. Алла қаласашы. Компост қызыды ма? Компост қыздырылған, иә. Қыздырып, сосын алып кеп, мына жерге жанына төк. Бұны енді төбесіне тастағаныңыз бір араластыру керек ғой. Араластырып жүру керек ғой, арасында шіріп. Иә, мынаны енді бір араластырып жүру керек та. Пияздың, қабықтарын, алманың, сондайларды әкеп тастай береді екен. Кафеде осыр болып жатқанша. Міне мынаның бәрі уже сонымен араласып кеткен ғой. Мына алманың қақтары бар, помидоры бар, бәрі бар мынаның ішінде арасында. Міне сәбіз де жүр ішінде. Алтын Орда болып отыр, в общем. Шылаушындардың тығыздығы артқан сайын жұмысты көп жасай беріп, ары қарай өткізіп алу керек болады шылаушындарды. Иә. Ана столбуға дейін ғой. Столбуға дейін, иә. Мына капустаны соны көп тастаған кезде қышқылдығы артып береді да, сол үшін бұны аз-аздан тастау керек. Мына өзімізде қазақтың мақалы бар ғой. Көп жесең тәтті улайды дейді да, сол қанттың өзін көп жесең, тәттінің өзін көп жесең улап тастайды екен адамды. Сол үшін бұның барлығын нормада, мөлшерімен берген дұрыс болады. Ит жоқ па? Ит деген қалыңыз ба? Байлаулы. Електі ше? Елек бұл крупный болып кетеді ғой. Ішілі крупный бұл ма? Болмайды болып қалады. Егерде для себя өзіңізге пайдаланатын болсаңыз болады. Болады. Егерде жаңағы сатуға болатын болса, бұл крупный болады. Біздің шеткелер болса онда совсем майда ғой. Бұдан кішірегін онда алу керек екен. Сәбіз ғой мынау? Бұл қазір жер қатты, мына жерші. Бұның іштенге егілмеген. Енді сәбіз бар, картошка бар, жерге қарай, жердің астың қойнауында өсетін заттар, негізі жер порбылдақ болу керек та, бұларды қысып қалады. Егерде жеріміз қатты болатын болса, сәбіз болса да, картошка болса да, осыдан артық өспей қалады. Егерде осыны биогумусқа егетін болсақ, органикаға жеріміз порбылдақ болатын болса, әрине осылар дәу болады, сәбіз деп соңайды. Алма, анау жаңғақ. Жаңғақ ба? Осыны пайдаланам деп, биогумусты пайдаланам деп, арнайы Шардарадан келіп, шылаушын алып, биогумус өңдеп жатқан ағамыз. Міне қазір көң тастаған екен, осының барлығын қате екенін біліп, әйтеуір балашаға, ата-анама таза өнім биогумуспен піскенді жегізейін деп, осы талдарға Құдай қаласа келесі жылға жоспарлап отыр ғой. Жоспары сондай болып тұр ағамыздың. Солай тұр. Алла қаласа. Қайрекен папасына, мамасына бақса деген ғой. Ортадамыз ғой. Жинап тастағанда келдіңіздер көш бәрі. Иә, барлығы қара күзде енді. Пальмаларым болған. Мына жер бас жүре білейін ба? Бас жүре білейін, кеше жұлып тастадым. Керемет. Жазда чай қосып ішсең керемет может. Мен бір рет Ташкент чай жасап ішеміз. Иә, бір рет осы верми фермер жаңадан қосылған Фархатжан деген ағамыз көріп жатыр. Фархатжан аға, сізден алған, Құдай қаласа көктемде ол кісіден алам деп кеттім да. Үйінде мохито бар екен да, өсіреді екен да. Бұл гүлдің аты? Петуния. Ағайындар, Құдай қаласа Алматыға Павлония ағаштарын, именно морозостойчий Таминтоза деген сортынан әкеп беретін боламыз. Қайрекенге мен навещать еткем. Келесі жылы Құдай бұйырса жаңағы жасап жатқан биогумусымыздан қосып, жаңағы жақсылап өсіреміз деген недеміз. Мынау фикус деген гүл үлкен терек болып өседі бұлда. Міне отырғызғаныма отростықтан 1 жыл ғана болды. Мужское счастье деп айтады екен ғой. Бұл гүлде өспей тұр енді кішкене. Не керек болып тұр ғой. Апа, гүлмен айналысып жатқаныңызға қанша жыл болды? Ой, мен мектептің гүлдерін бәрін мен өсіріп жататынмын ылғида. Жақсы. Апа, Құдай қаласа мына биогумустарыңызды өндіріп, керемет гүл өсірулеріңізге тілектеспіз.